жалпы кез келген адамның қалыпты іс-әрекеттері бар, қалыптан тыс іс-әрекеттері бар. Яғни өлшемі бар, өлшеуден шығып кету бар. Дінде жалпы діннің өзінде де ифрат тәфрит деген нәрсе бар. Яғни шектен тыс асырып жіберу немесе шектен тыс жеткізбей тастау деген. Сондықтан да радикализм бұл жаңағы діндегі белгілі бір көзқарастардың, белгілі бір қағидалардың жаңағы өзінің нормасынан шегінен шығып кетуі, әсіресе фундаментализм дейміз, соған жақын, буквализм дейміз, соған жақын бір ұғым болып саналады. Жалпы дін ұстанушы адамдардың шетін әсіре діншілдікке баруы, әсіре талапкершілікке баруы, яғни діни тұрғыдан өзінің ұстанып жүрген позицияларының дұрыс екендігін басқаларға тықпалауы, ол тек қана тықпалап қана қоймай, ол жерде қатаң шешім шығаруы, сен сондайсың, сен кәпірсің, болмаса сен тозаққа барасың деген сияқты әрекеттерге баруы, бұл өз кезегінде діни радикализм болып табылады. Яғни қазақшасын айтқанда әсіре діншілдік. Сондықтан да дін деген дүние бұл байсалдылық, қалыптылық, ақылдылық, парасаттылық, ұстамдылық, сабырлық дейтін болатын болсақ, радикализм осыған қарсы дүние. Сондықтан да дінге келген кезде азаматтар қалыпты, байсалды, сабырлы келу керек. Дін мәселесі асығыстықты кешірмейді, дін мәселесі ұшқалақтықты кешірмейді. Яғни діндар болғыңыз келсе, дінді байсалдықпен ұстану керек, ақылдықпен, қисынмен, логикамен ұстану керек. Әрине, Құдай тағаланың кейбір нәрселерін біздің ақылымыз жетпеуі мүмкін, бірақ ол жетпеді екен деп басқаларды кінәлауға асықпауымыз керек. Өйткені біздің кәпір деген адамымыз ертең мұсылман болып, мұсылман бізде жүрген адамдар кәпір болып кетуі мүмкін. Болмаса мен тазамын деген адамдар арам болып, арам деген адамдар таза болып шығуы мүмкін. Сондықтан да бұл нәрселерде, яғни сіз өзіңіздің діндарлығыңызды басқаларға тықпалаудың қажеті шамалы, олардың да өз уақыт келген кезде діндарлыққа қарай бет бұруы мүмкін. Сондықтан да діндарлық деген дүние қалыпты дүние, ал радикализм деген әсіре діншілдік бұл қалыптан шығып кету деп түсінсек болады.